Қайырлы күн, құрметті оқырмандар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге осындай өте дәмді болып шығатын және де қамыры езілмей пісетін пельменнің рецептін ұсынамын. Бірінші кезекте осылай қамырын дайындап аламыз. 150 грамм мұздай суға бір дана жұмыртқа салып, бір шай қасық тұз салып араластырып аламыз. Содан соң үстіне електен өткізілген ұнымызды салып, орташа етіп қамырлейміз. Қатты қылып жерге де болмайды, жұмсақ болса да пельмендеріңіз езіліп шығады. Сол себепті орташа етіп қамырымызды илеп аламыз. Міне осымен қамырымыз дайын. Енді бетін жауып 15 минутқа қалдырып қоямыз. Содан соң фаршын дайындап аламыз. Тартылған етімізбен 2 дана пиязымызды майдалап турап аламыз. Содан соң дәміне қарай тұз, бұрыш сеуіп, жақсылап араластырып аламыз. Міне осымен фаршымыз да дайын болып қалды. Енді 2 дана осындай сүйегімізді салып, отқа қойып қоямыз. Содан соң көбігін алып, бір пияз, бір сәбіз және де 1-2 тісше чеснок турап салатын боламыз. Дәміне қарай тұз және де бір штук лавр жапырағын салып, астын баяу отқа қойып қоямыз. Ендігі кезекте қамырымызды осылай кішкене 2 бөлікке бөліп, қамырымызды жайып, пельменімізді түйіп алатын боламыз. Міне қамырымызды жайып болдық. Ендігі кезекте майда бөліктерге бөліп аламыз. Пельменді кішкене қыла берген дұрыс. Сол кезде пельмен әдемі көрінеді. Сол себептен осылай кішірек етіп кесіп аламыз.
ішіне аздап фаршымызды салып, осылай барлығын түйіп аламыз. Міне осымен барлығын түйіп болдым. Енді осылай мантоварканың листына астын майлап барлығын жайғастырып шығамыз. Бұлай мантоваркаға пісірмейтін болсаңыздар, егерде сорпасын кәдімгідей қуырып сорпаға салсаңыздар да болады. Негізінде осылай жасасаңыздар өте әдемі, қамырларыңызда езілмей әдемі болып шығады. Қонақ келгенде де ұялмай ұсына берсеңіздер болады. Осы рецептпен міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Мен барлығын жайғастырып болдық. Сорпамыз осылай қайнап жатыр. Үстіне картошкамызды салып жібереміз. Содан соң жаңағы листтарымызды үстіне қойып қоямыз. Қырық 45 минут шамасында пісіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай тамағымыз өте әдемі және де дәмді болып шықты. Міндетті түрде сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Міне үстіне сорпасын құямыз. Үстіне аздап укроп себеміз. Осымен тамағымыз дайын. Ас болсын.